керек. Сен не істеп жатырсың? Фломастерге жүкалтыр жабысып жатыр. Фломастерге жұқалтырдың өзі жабыспау керек. Сен оған қандай әрекет жасадың? Мен оған шашымды үйкедім. Жақсы. Біз онда сенің зертханаң арқылы біз бүгін электроскоп тәжірибесін жасап көреміз. Онда біз бірінші бүгін мұғалімдерімізбен танысып алайық. 10-шы қазақ мектеп гимназиясының тәрбиешісі Маменова Аида Қажетқызы және де менің тәрбиеленушім Және де мен Алтынбек. Жақсы. Бүгінгі бізге керек заттармен Алтынбек сен таныстырып өтсең, қандай заттар керек бізге? Үшін бізге металсын, қыстырғыштар, жүкалтыр, фломастер, тарақ, шар, жарты литрлік бір банка, орташа тесілген банканың қақпағы және қашы керек болады. Жақсы. Онда біз мына жұқалтырдан тілше және шар жасайтындай кесіп алайық. Шар жасай ғой. Әрине. Өте жақсы. Дайын болды. Жақсы. Енді осыны сымға бекітейік. Және оған жұқалтырдан жасалған тілшемізді қояйық. Өте жақсы. Енді сен бірінші тарақты алып көрші. Ең бірінші тарақты тигізіп көрейік. Тілше қозғалды ма, Алтынбек? Тілше қозғалмады. Жақсы. Екінші фломастер. Тілше қозғалды ма? Тілше қозғалмады. Жақсы. Ал енді шарды үрлеп, шашыңа үйкеп тигізіп көрші. Әрине. Тигізіп көрейік. Тілше қозғалды. Тілше қозғалды, жақсы. Онда не бар екен? Заряд. Заряд, жақсы. Кейбір заттар зарядқа өткізеді, кейбір заттар зарядты өткізбейді. Мысалы, металсын зарядты өткізеді. Өте жақсы. Бүгінгі саған жасаған тәжірибеміз ұнады ма, Алтынбек? Я. Жақсы. Қош, сау болыңыздар.